Привет, қалайсың? Сіз Армансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті вообще басқандайсыз ғой? Ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы, сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Анықтаңыздар, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал кел ананы. Бұл не? Бұл өтірікті анықтайтын детектор. Қазір бірнеше сұрақ қоямыз, жауап бер. Келін нешеде тұру керек? Әрине таңғы сағат 7-те, мен өзім күнде 7-те тұрам. 9-да. Ладно, 12-де тұрам. Екінші сұрақ, тамақ істей аласың ба? Әрине істей алам. Роллдың саналмаймын не? Мен ағыздың қолынан тым келмейді ғой. Ертең бізде бірге ауылда тұра ала ма? Жоқ, мен тұра алам ғой. Мен өзім ауылдың қызымын ғой. Сиыр сауы барлығын қатырам ғой. Еще мен папам ауыл партиясының мүшесі. Ауыл партиясы қазір ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Мүмкін емес, өтірік науқас қызыл жанат қара. Қойшы, бәрібір қолынан дым келмейтін келін бізге не керек? Мен мысалы кезінде таңғы 5-те тұратынмын. Дәмді тамақтар істеп, үйдің бәрін жинап шығатынмын. Ата-енеме артық сөз айттырмай бәрін істейтінмін. Ой, қойшы болды, ең басы бір-бірін жақсы көрсе болды ғой. Мен сияқты, мысалы, мен сені жақсы көрем, басқа ешқандай қызбен жүрген жоқпын. Мынау істемей тұрған сияқты. Не бәлем мынау? Сен маған менің алғашқы махаббатым деп айттың ғой маған. Ана бір класста Айгүл деген қызбен жүрген. Қайдағы Айгүл? Арман деген сен ба? Иә, мен. Бастаймыз ба? Давай бастайық. Бұрын үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегенмін. Ал сен ше? Мен де тұрмысқа шықпаған. Сен немен айналысасың? Мен салонда визажист болып жұмыс істеймін. Все, жақсы. Ал сен ше? Мен сол ауылда егін егемін, бал өсіремін, өзімнің фазендам бар. Ақшаны жақсы табатын сияқтысың ғой? Иә, еще ауыл партиясының мүшесіміз. Біз ауылды қазір ауыл партиясымен гүлдендіріп жатырмыз ғой. Вау, пысық екенсің. Кредиттарын көп емес па? Енді кішігірім 300 000 теңге кредитім бар, сосын азынаулап микрозайм. В принципе, төлей алатын сияқтымын. Енді жасымыз да келіп қалды дегендей, денсаулық жағы қалай? Енді арасында сай сүйегім сырқырап, бір ауыратыны бар, бірақ басынан денсаулығым жақсы. Соңғы маңызды сұрақ. Тойға қанша адам шақырамыз? Шынымды айтсам, мен той жасағанға қарсымын. Одан да ол ақшаға квартира алмаймыз ба? Мен де тура солай ойлаймын ғой. Еще содан ақша қалса, шетелге шығып демалып келмейміз ғой лучше. Точно. Оннан 10 бал алдым. Маған ұнады. Болды, онда ЗАГСқа кеттік па? Кеттік. Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Жәмила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма? Мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық, сиыр десең сиыр сауат, 5 бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағы қандай варианттарыңыз бар? Вариантын енді көрсетем. Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау, түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп те айтпас едің. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам, Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Папа деймін. Отыра береміз болса ойнатпайсың ба? Тикток көріп шаршамадың ба? Бір көтеріп, немесе далаға шығарып, бірдеңе істейікші, шаршап кетті ме үйде отырып. Сен сөйлейсің ба не? Когда надо сөйлей алам ата. Қазір бір минут. Біздің бала не сөйлей ма не? Қумаш 8 айлық бала ғой? Сайрап отыр ғой. Қойшы прикол ұстамай. Жүрш, мен саған көрсетем, сен бесең, жүрш. Балам, кәне сөйлеш мамаға. Туф, қойш болды. Сөйлеп тұрған жаңа. Ебать, билеп жатыр, қара не билеп жатыр. Жаңа билеп жатқан, жаңа дуаллахи билеп жатқан жаңа айтам. Қойш болды, менің уақытым жоқ. Сен жындығы отсың ба? Қаз мамаң шақам сөйле ұқтың ба? Жарайт папа, шақыр маманы, сөйлеймін. Как раз сенің баса қыздардың стористарына лайк басып жүргенін айтайын да? Мені кішкентай бала еш нәрсе түсінбейді деп ойладың ғой сен. Мен бәрін байқап жүрмін. Шақыр мама. Қой, қалжында. Тоқташы, тұршы. Балам, саған бірдеңе қажет емес па? Айт, бірдеңе алып берейін ба? Біріншіден мен семесімді ауыстырыңдашы. Дәмі ұнамайды маған. Болды, ауыстырамыз. Тағы не керек? Осы киімінің бәрі ескірді.
маған новый модный киім алып беріңдер. Ойбай, саған мода не керек? Егер маған киім алатын болсаңдар, Ньюборн Алматы деген дүкен бар, соған барыңдар. Психолог мырза, менің әйелім қарап беріңізші. Вообще өзгеріп кетті әйелім. Өмірі шаршап жүреді, ұрысқақ. Бұрын вообще ондай емес еді. Қойшы, саған Қабыр сақтаймыз. Қазір барлығын анықтаймыз. Так, мына жерде не көріп тұрсыз? Қарны ашып жылап жатқан бала ғой. Ал мына суретте не көріп тұрсыз? Памперс толып кеткен бала ғой. Ал мына жерден ше? Шашып жатқан үй. Келесі сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытта айналысатын сүйікті істерім көп. Мысалы, үй жинау, бала қарау, кір жуу, жас кезімді еске салып жылау. Сіз сонда шаршамайсыз ба? Үй неменеге шаршайды, ол үйде отыр ғой күнімен. Ал сіз соңғы рет қашан демалдыңыз? Декретке шықпай тұрып 5 жыл бұрын. Естіп тұрсыздар ма? Бала соғып жатыр. Бала соғып жатыр. Жоқ, бұл жерде бала жоқ. Сабыр сақтаңыз, сіз психологтың кабинетіндесіз. Мен сіздердің проблемаларыңызды анықтаған сияқтымын. Иә, қандай? Сіздің әйеліңіз 5 жыл декретте отырып, әбден шаршаған. Еще сіз де қолдау көрсетпейсіз. Постоянно жұмыстасыз, баламен қалдырып кеттіңіз. Сіздерге балаларыңызды академ бала деп. Папа, таныс қойыңыз, бұл сіздің болашақ күйеу балаңыз. Мынау қаланың балконда өскен қолынан боқта келмейтін баласы сияқты ғой. Мынау ертең үйде тірлік істей ала ма? Мен жұмыс істей алам, любой жұмысты бере беріңіз. Көрейік онда, бүгін бізде как раз үйде ремонт, жұмыс етеді. Давай істеп көрші кәне. Ой, әкең ау. Менде просто аллергия. Бар, пласкогопс алып қойшы. Мынау ма? Пласкогопс дейме? Мынау ғой, пласкогопс деген дұғасын ба? Мынау ма? Пласкогопс дейме апты. Кет, көзіме көрінбей! Папа, не істеп жатсыз? Мен мынандай нәзік басқа қолдан боқта келмейді. Қызымды бермеймін, ұқтың ба? Дым істей алмайсың ғой. Сен қазір потолок гипсокартон орнатылмай тұрсың, не? Потолокқа гипсокартон жабыстырмақшысыз ба? Не істейсіз гипсокартон жабыстырып? Ол же модта шығып кеткен ғой. Ол потолок төмен түсіреді. Еще ауыр 2 жыл сайын ауыстыру керек болады. Қазір бәрін натяжной потолок қояды ғой. Сен қарамай жүрген жігіт. Мынау саған. Не үшін? Жай себепсіз. Себеп сіз дегендей. Және бұл соң емес. Мынау саған. Бір жерге барып демалып келсең болады. Мысалы Балиға, Алматыға суық қой, тоңып қаласың. Бүгін ешқандай мейрам емес қой? Сенімен өткен әр күні мен үшін мереке. Соңғы кезде телефон дұрыс істемей жүрген сияқты. Сол үшін саған iPhone 17 Pro Max сыйлағым келіп тұр. Бұны мен Сен жақсы көріп жүрген жігіт. Дала қар жауып кетті, мұздап кеттім. Кафе ма, бір жерге кіреміз, может? Қойшы, кафеге ақша жоқ. Далада жүре берейікші. Таза қойшты, романтичный емес пе? Просто қарным ашып кетті. Қарның ашты ма? Мен де қарным ашты. Нәрсе магазин бар. 2 самса аласаш бар. Сушнен аласаш. Жарайды. Не ғой айтпақшы, маған 200 мың теңге микрозайм алып берші. Мен ай сайын төлеп отыруға тырысамын. Жарайды, алып берем. Все, онда қайтайық. Жай болып кетті ғой. Погода быт болып кетті, мен Қаскелеңде тұрам, үйге қалай қайтам? Ой, не ғой айналып, мына жерде автобустар жүреді ғой. Автобусқа отырып Ташкентке жетіп алып, одан пересадкаға отырып жетіп аласың ғой Қаскелеңге. Уайымдамасаңшы. Сөйтіп 3 сағатта ма жетіп аласың. Мен өзім мына үйде тұрам, әдейі жақын жерге шақырған. Все, онда. Бірақ ауыр қалып жүрме. Ауырсаң құрсам. Қандай заботливый жігіт. Мама, осы сен неге Арманды менен қарағанда көбірек жақсы көресің? Қойшы, қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Ұлым менің, красавчик өзі. Не жатыс бұл? Үйді жинасашы. Мама, неге Арманға да айтпайсыз, неге маған ғана тисе бересіз? Ол ұл емес па? Қалай үйді жинайды? Сен қызсың ғой, үйге полный генуборка жасап шық. Мама, далада қар жауып, боран болып жатыр, сабаққа қалай барам? Жаяу бар, автобуспен бар. Бәрі сөйтіп жүр ғой, өлмейсің. Мама, ал мен қалай барам сабаққа? Мама, вызывай такси. Балам, мен саған бизнес-класс шақырып қойдым. Комфорт ультра плюс. Қалай жаяу барасың сен? Жандарым менің, жаңа жылдарыңмен. Міне сендерге сыйлық алдым. Крошка, рахмет, мам. Ал менде iPhone 17 Pro Max. Қалай балам, сыйлық ұнады? Мен магазин кетіп, саған керек па? Магазинге? Өзің жалғыз? Дала қараңғы ғой, қалай барасың? Жоқ, мен бара аламын, жазып 35-те ғой. Жоқ, бармайсың, мен сенімен бірге барам. Бәрібір сен мен үшін әлі кішкентайсың. Не істеп жатырсыз? Болды, 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр, осы уақытқа дейін асырады. Мен қайда барам? Білмеймін, күйеуге ти, жұмыс істе,
или оқуға түс. Мысалы, поляресуде кеш. Білем ғой. Не істеп жатсыңдар? Мама, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Үйбай. Енді мынау менің үйім ғой. Бұл да менің үйімнің бір бөлігі. Жоқ, енді хотя бы тоқылдатып кірсеңізші, не қайдан білесіз біз не істеп жатқанымызды? Ойбай. Жүрейін енді өз үйімде тоқылдатып, рұқсат сұрап, иә сендерден. Төсектерім қандай жұмсақ. Бәсе келін неге түскі бірге дейін ұйықтайды десем осы екен ғой. Бүгін баламның қасына жатамын ғой деймін, иә? Алло, Сағираш, қалайсың? Міне мынау шатурадан алған төсегіміз, иә. Ой, сені ондай барахлыларды лақтырып жібердің сразу. Давай онда, сау болыңдар. Өтініш, мама, бөлмеден шығаса бұл біздің жеке бөлмеміз. Ойбай, дұрыс. Қуыңдар мені. Бүгін бөлмеден, ертең үйден шығарып жіберетін шығарсыңдар. Қарттар үйіне өткізіңдер мені. Ойбай, сені арқама арқалап, кезінде автобус жоқ, жаяу мектепке тасып, менде ақымақ. Жарайды енді, жастар өздерің білесіңдер, кедергі болмайын. Ойбай, ертең бармын ба, жоқпын ба, кім біледі. Если что, бақытты болыңдар. Мама, неге деп грубо сөйлейсің? Ол да жаман нәрсе ойлап тұрған жоқ қой? Қош болды, надоел, бөлек шығайықшы. Эфирде жұрттың баласының жаңалықтары. Бүгін бір 18 жастағы жұрттың баласы мектепті алтын белге бітіріп, сразу ертесінде бизнес ашып, Forbes'та бірінші орынға шығыпты. Мамасына, папасына бір-бірі Феррари алып беріп, Дубайдан үлкен вилла салдырыпты. Және сонымен қатар ол бала бөлмесін таза ұстайды екен, полкаларын жинап қояды екен, нәскилерін шашпайды екен, тұрған кезде бірден төсегін жинап тастайды екен. Балам, сен жасың нешеде? 22-де. 22-де. Жұрттың баласы. Және сонымен қоймай, жаңағы жұрттың баласы IBC